Сәлем достар, мен бүгін венское печенье жасағалы жатырмын. Соның рецептімен сіздермен бөлісіп кетейін. Балаларым өте жейді бұны. Өте дәмді болады. Оған керекті заттар: 2 жұмыртқа, 250 грамм маргарин, 200 грамм қант, 0,5 чайная ложка сода, тұз дәміне қарай. Мен шым-шым қосам. Варенье. Мен бұл жерде клубничный вареньесін алдым. Өзімізге бұл ұн қажетінше қосамыз. Майды ерітіп алдым. Енді майға біз қантымызды қосамыз. Қантымызды қостық. Жақсылап араластырамыз. Енді 2 жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Шым-шым тұзымызды қосамыз. Тағы бір енді араластырып аламыз бәрін. Содамызды қосамыз. 0,5 чайная ложка. Тағы да араластырамыз. Бәрін жақсылап араластырғаннан кейін енді ұнымызды араластырып, толық қандырып илейміз. Осылай 2 бөлікке бөліп, кішкентай жарты бөлігін морозильникке кіргіземіз. Екінші бөлігін осылай кішкене қандырып қойып қоямыз. Енді жаямыз, жайып өзіміздің үлесімізге саламыз. Осылай теп-тегіс етіп жайып шығамыз. Енді вареньямызды саламыз. Содан кейін жарты бөлігін алып, морозильниктен аламыз. Ол кішкене қатып қалады. Осылайынан қолда еріп кетпеу үшін осылай жайып шығамыз, теркадан өткіземіз. Керемет пісіпті, жұп-жұмсақ, үгітіліп тұр. Міне көріп тұрғандарыңыздай толық піскен. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.